Сұлулыққа бойыру ол адамның тума қасиеті. Әйел және сұлулық. Ал енді әйелдердің әсемдікке, сұлулыққа бойыруы тіптен орынды. Бұл әлемнің өзі әйелдердің кемел сұлулығы болмаса өз сымбатын сақтай алмас еді дейді. Ал енді сұлулық пен сүйкімділік ол екеуі екі басқа дейді. Сұлу әйелдердің, яғни сұлу адамдардың, олардың сүйкімді бола қоюы екіталай дейді. Яғни сыртқы келбеті қаншалықты сұлу болғанымен, олар бірер адамның сүйкімсіз қылықтарымен сондай бір сүйкімсіз көріну мүмкін дейді. Яғни кейбір әдемі сұлу болғанмен дарақ қылығы болса, басқа да әйел затына тән емес бір өрескел мінез құлқы болса, көп жерден ішімдік ішіп жүрсе дейді, болмаса жеңіл жүрістерге салынып жүрсе дейді, болмаса әртүрлі сондай бір әдемі болғанмен сондай бір мінез құлық болса бойында, ол өте сүйкімсіз көрінеді дейді. Сол үшін сұлулық пен сүйкімділік ол екі басқа дейді. Ал енді өңі сәл болғанымен, біраз көріксіздеу болғанымен, ол өзінің әдемі қылықтарымен сүйкімді көріну мүмкін дейді. Яғни жылы жүзімен, адалдығымен, ашық жарқындығымен, басқаларға көмектестігімен, өзінің тәрбие, ибалығымен, сонысымен ол адам өте сүйкімді, тартымды, өзіне адамды баурай тұратын сондай бір сұлу көрінеді дейді. Міне нағыз осындай сұлулық, бұл солмас сұлулық адамды өзіне баурайды дейді. Сол үшін сұлулығыңызбен емес, сүйкімділігіңізбен сұлу болыңыз деген осылай сөздер бар екен. Яғни сыртқы келбетімен болған сұлулық ол бір өрік гүліндей солып қалар сөзсіз дейді. Ал сіздің ішкі жан дүниеңіздегі сол бір неңізбен сұлу болсаңыз, мысалға ол мәңгі сұлмайтын сондай бір ерекше махаббат сұлулық екен. Енді біз қандай кейбір адамдар болады, қандайды біз сұлулық деп білуіміз керек. Яғни бір адамдар болады, кім қалталы, яғни кімнің ақшасы бар, болмаса кім өктем тұрады, осындай бір жоғары тұрады деген сияқты өзінің елінің, жерінің намысына қарамастан, мінекей сондай адамдарды қолпаштау, ол яғни жарамсақтану, немесе жалпақтау, соған кіреді екен. Ал енді бір адамдар болады, тіпті қабағы қатулы, түні бой күндіз мысалы болсын тұнжырап жүретін, осы сияқты адамдардың да барлығы, яғни бір ешқандай бір сұлулыққа кірмейді екен бұл. Сол үшін ашық жарқын мінезі, сол әдеп ибасы, солар мәңгі солмайтын сондай бір әдемі сұлулыққа кіреді екен. Сол үшін сұлулық пен сүйкімділік ол әр басқа дейді. Сол үшін қашанда әйел затының сұлулығы сыртқы келбетінен болсын, шаш басымынан болсын, жүріс тұрысынан болсын, әдеп ибасынан